Ассалаумалейкум достар, бұл видеода вайп кодингте 1 миллион теңге табысқа шығаруға көмектесетін 3 этаппен бөлісетін боламын. Жалпы бұл видеода пайдалы ақпараттар өте көп болады, сондықтан да соңына дейін қараңыздар. Ешқандай код жазбай, вайп кодингтің көмегімен жалғыз өзіңіз кәсіпкерлерге керек өнімдерді 300 мың, 500 мың теңгеге сатып табыс таба аласыз. Мен жалпы өзім программист емеспін, өмірімде ешқашан код жазып көрмегем. Бірақ осы вайп кодингтің көмегімен 2-3 күнде сайттар мен автоматизациялар жасап, табысымды тауып жатырмын. Бұл видеода жалпы қандай тақырыптар қозғалады? Ең біріншісі бұл вайп кодингтің фундаментімен сізге түсіндіретін боламын. Қандай инструменттер бар екенін тоже айтатын боламын. Не арқылы біз вайп кодингпен айналысамыз, иә? Одан кейін ең негізгі тақырып бұл 1 миллион теңге әкелетін система, яғни 3 этаптан тұратын система. Сол 3 этапты каждый этапын жеке-жеке талдап сіздерге түсіндіретін боламын. Одан кейін төртіншісі неден бастау керек? Нақты мысалдармен, нақты қадамдармен сіздерге түсіндіретін боламын. Так, достар, соңына дейін қараған адамдарға бонусым бар. Толық проекттің вайп кодингі. Сізде андай бір сұрақ болып жүрсе, вайп кодингпен қалай бір толыққанды проектіні жасап шығаруға болады деген секілді сұрақ пайда болып жүрсе, онда осы видеода мен 1 сағат бойы сізге толық проекттің вайп кодингін түсіндірген болатынмын. Лендинг сайтты мен сол жерде нөлден бастап дайын өнімге дейін жасадым. Сол видеоны сіз тегін ала аласыз. Осы видеоның соңына дейін қараңыздар, сізге сол видеоның доступын беретін боламын. Сондықтан да видеоның соңына дейін қараймыз. Жалпы вайп кодингті бастағысы келгендердің 95%-ында осындай ойлар бар. Көбісі жалпы вайп кодингке қызығып жүр, бірақ неден бастарын білмейді. Интернетте информация толып жатыр, бірақ нақты қадамдары бар, жүйесі бар информация жоқ. Код жаза алмаймын, қолымнан келмейтін шығар деген секілді көп адамдар ойланып жүр. Жалпы көп адамдар сосын вайп кодинг деген код жазуды үйрену шығар деп ойланып жүр. Үйренсем де заказ таба алмаймын деп қорқып жүр көп адамдар. Қорқыныштар бар, кедергілер бар. Осы ойлардың барлығына, сұрақтардың барлығының жауабын осы видеода айтатын боламын. Шешімі бар, сондықтан да видеоның соңына дейін қарасаңыз жеткілікті. Жалпы бұл кімге керек? Жаңадан бастаушыға, яғни нөлден алғашқы табысқа шыққыңыз келіп жүрсе, студент болсаңыз немесе бір тұрақты жұмысыңыз болмаса, бұл сала өте қолайлы. Жалдамалы жұмыстағыларға, яғни жаңа табыс көзін ашқыңыз келіп жүрсе, осы саламен тоже айналыссаңыз болады. Яғни перспективалы мамандық іздегендерге, яғни қазіргі кездегі өсіп жатырған, дамып жатырған мамандықты іздеп жүрсеңіз, профессияны, болашақтың былайша айтқанда қабілетін қазіргі кезде меңгере аласыз. Дәл қазір үйреніп, клиент тауып, табыс табатын кез вайп кодингтің көмегімен. Жалпы қарапайым математикаға келетін болсақ, бір өнім орташа бағамен қазіргі кезде вайп кодинг арқылы жасалған өнім 300 мың, 500 мың теңге тұрады. Айына 2-3 өнімді клиентке сату арқылы сіз 1 миллион теңге табысқа жете аласыз. Плюс абоненттік қызмет бар, яғни тұрақты табыс. Абоненттік қызмет деген не? Қалай өнімдерді сатамыз, алдағы уақытта айтатын боламын, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазақстан нарығына тоқталатын болсақ, жалпы 2,2 миллион шағын және орта бизнес жұмыс жасап тұр қазіргі кезде. Ол жерде әртүрлі магазиндер, әртүрлі салондар, кафешкалар, клиникалар, стоматология, тағы да басқа мойка, барбершоп, шаштараз деген секілді әртүрлі шағын орта кәсіптер бар. Әрқайсысына сайт, бот, автоматизация керек. Қазіргі кезде ИИ саласы, яғни искусственный интеллект саласы дамыған сайын кәсіпкерлерде де ойлар бар жаңағыдай. Осы жасанды интеллект саласы дамып жатыр, мен де бір нәрсені енгізгім келеді, табысымды арттырғым келеді, немесе шығынымды азайтқым келеді деген секілді көбінде қазіргі кезде ойлар бар кәсіпкерлердің. Осы сұраныстарды жабатын, вайп кодингпен айналысатын, былайша айтқанда вайп кодерлер, яғни сіздер. Осы сұранысты сіз жауып, өзіңіздің табысыңызды былайша айтқанда таба аласыздар. Жалпы қазіргі кезде мықты мүмкіншілік бар. Өйткені вайп кодингпен айналысатындар қазіргі кезде өте аз. Өйткені бұл нарық енді былайша айтқанда дамып жатыр. Ерте кірген адам ұтады. Не үшін? Өйткені 1-2 жылдан кейін SMM мамандары сияқты толып кетеді вайп кодерлерде. Мысалы, өзіңіз білесіздер ғой, SMM деген мамандық бар, таргетолог деген бар, сайтолог деген болды. Қазіргі кезде тас лақтырсаң соларға тиеді. Өйткені осыдан 2-3 жыл бұрын бастаған адамдар, олар жақсы табысын тапты, әрі қарай өсті. Қазіргі кезде сізде де дәл осындай мүмкіншілік туып тұр. Яғни қазіргі кезде сіз вайп кодинг саласын меңгеріп, зерттеп, қабілетті арттыратын болсаңыз, сіз алдағы 1-2 жыл, 2-3 жылда жақсы бір деңгейге өсе аласыз. Табыс жағынан да, экспертлік жағынан да деген секілді. Қазіргі кезде қандай инструменттер бар? Яғни қандай инструмент арқылы біз вайп кодингпен айналысамыз, иә? Негізі 2 ұғым бар инструментке тоқталатын болсақ. Бұл корпус және де ми деген секілді. Ең бірінші ми дегеніміз не? Бұл модельдер.
Яғни, мысалы сіз Cloud немесе ChatGPT деген секілді жаңағыдай искусственный интеллект нейросеттермен қолданатын болсаңыз, сіз мысалы жазасыз, пельмен қанша минутта қайнайды деген секілді. Негізі ChatGPT сол сұрақтың жауабын бермейді сізге. Ол сұрақтың жауабын ішіндегі GPT-5.6, GPT-5.5 деген секілді модельдер бар, яғни ми. Сол модельдер арқылы сол сұрақты обработка жасайды да, әрі қарай сізге дайын жауапты береді. Ал ChatGPT деген приложенияның өзі бұл былайша айтқанда корпусы. Бір мысалы машинаны мысалға алатын болсақ, машинада бізде не нәрселер бар, иә? Оның машинаның дөңгелегі бар, фары бар, есігі бар деген секілді. Бұның барлығы корпус, яғни кузов. Машинаның ең негізгі бөлігі не нәрсе? Бұл мотор. Яғни моторсыз машина жүрмейді. Сол секілді ChatGPT-да бұл ChatGPT деген ол корпусы. Ал ішіндегі моделі, негізгі бөлшегі бұл мотор. 80-90% вайп-кодерлердің барлығы бір-ақ инструментті қолданады. Ол инструмент бұл Cloud Code деп аталады. Жалпы вайп-кодинг дегеніміз не? Содан бірінші тоқталайық, иә? Кодты тек программисттер жаза алатын. Басқа ешкім жаза алмайтын кодты. Программисттер 4-5 жыл оқитын, осы мамандықты сайт жасату, немесе платформа, приложение жасату өте қымбат болатын, және де ұзақ уақыт талап ететін. А қазіргі кезде вайп-кодингтің көмегімен сіз просто адам тілімен айтасың, маған осындай сайт керек, сайттың ішінде осындай фотолар болу керек, дизайны болу керек, формасы болу керек, кнопкасы болу керек деген секілді. Я, оның айтудың да өзінің бір былайша айтқанда жүйесі болу керек. Соны сіз дұрыс түсіндіре алатын болсаңыз, дұрыс промпт бере алатын болсаңыз, сіз былайша айтқанда мына жылдар бойы жасалатын, айлар бойы жасалатын приложенияны, сайтты сіз бір күнде, 2 күнде, 3 күнде жасап бітіре аласыз. Яғни вайп-кодинг дегеніміз не? Ол AI-ға, яғни искусственный интеллектке адам тілімен тапсырма беріп, дайын өнім жасау тәсілі. Кодты AI жазады, сіз тек қана процесті басқарасыз. Жалпы қарапайым тілмен айтқанда, өнім жасауды үйрену, яғни вайп-кодинг қабілетін үйрену 2 апта уақыт қана жеткілікті. Сіз 2 апта уақытты күніне 2-3 сағат бөлсеңіз, сіз 2 аптада кез келген өнімді жасап шығара аласыз. Алғашқы клиент 350-500 мың теңгеге жаба аласыз, яғни сата аласыз. Осылай 4-5 тұрақты клиентті өзіңізге алу арқылы айына 1 миллион теңгеден жоғары табыс таба аласыз. Бар болғаны осы, ешқандай магия жоқ, тек қана дайын тұрған жүйе. Так, достар, осы жерде бір кішігірім практика жасағым келіп тұр, яғни Cloud Code-пен сіздермен таныстырғым келіп отыр. Жалпы Cloud-тың өзінің қосымшасын жүктеп алатын болсаңыздар компьютерге, дәл осындай бет ашылады. Қарапайым, сіз кез келген сұрағыңызды қоясыз, ChatGPT секілді осы жерге басасыз и жауабыңызды былайша айтқанда аласыз. Бұл қарапайым Cloud-тың былайша айтқанда бөлігі. Ал енді код жазу үшін, вайп-кодингпен айналысу үшін жоғары жақта, сол жақта код деген бөлім бар, соған басасыздар. Дәл осындай бет ашылады. Бұл жерде астында дәл осындай чат сияқты бағдарлама. Осы жерге сіз уже керек өзіңіздің запростарыңызды жазасыз, яғни промпттарыңызды. Мысалы, маған сайт керек, өзінің жаңағыдай кнопкасы болу керек, осындай дизайн болу керек. Сіз дизайнын интернеттен қарайсыз, оның дизайнды қарайтын әртүрлі сервистер бар. Соның барлығын сіз осы жерге жүктейсіз, барлық контекстті бересіз, барлық фото, видеоларды бересіз, референстарды бересіз. Осы арқылы сіз өзіңізге керек ойыңыздағы өнімді осы былайша айтқанда чат арқылы шығарасыз. Енді қараңыздар, ең маңызды жерге тоқталайық. Бұл жерде модельдер, яғни жаңағы айтқандағыдай ми. Cloud Code код жазады осы милардың, яғни модельдердің арқасында. Қазіргі кезде Cloud Code'да 4 модель бар. Бұл Fable 5, Opus 5, Sonnet, Haiku деген секілді. Так, достар, ең маңызды тақырыпқа келдік. Бұл 1 миллион теңге әкелетін система. 3 этаптан тұрады бұл система. Ең бірінші этап бұл қабілет. Яғни әртүрлі өнімдерді вайп-кодинг арқылы жасаудың қабілетін сіз игеріп алуыңыз керек ең бірінші этапта. Одан кейін сол қабілетті ақшаға айналдыру үшін екінші этап клиент тауып өнімді жаңағы өзіңіздің қызметіңізді сата алуыңыз керек. Үшінші этапта бұл абонент, яғни тұрақты ай сайынғы табысқа шығу. Осы видеода осы 3 этаптың әрқайсысын толық ашып беретін боламын, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші этап қабілетке тоқталайық, вайп-кодингпен өнім жасауды үйрену. Код білу қазіргі кезде міндетті емес, жаңағыда айтқандағыдай, жүйені білу міндетті. Яғни, жүйені сіз білмесеңіз, яғни мысалы бір лендингті, немесе платформа, веб-приложение болсын, автоматизация болсын, соның барлығын өнім жасаудың жүйесін сіз қадамдарын, пландарын білмесеңіз, сіз толыққанды дайын өнімді шығара алмайсыз. Жүйені білмеген адам
AI-ға, яғни искусственный интеллектке, жасанды интеллектке сайт жаса деп айтады, бірақ соңында шала нәрсе алады. Жүйені білген адам AI-ды қадам-қадаммен жетелейді, бірінші қадам, екінші қадам деген секілді. Одан кейін уже дайын өнімді алады. Жақсы жаңалық, жүйені үйрену кодтан 10 есе оңай. Кез келген өнімнің ішінде жалпы 4 қабат бар. Ол сайт болсын, тағы да басқа. Ол бірінші фронтенд. Яғни клиенттің көретінінің бәрі осы жерде. Беттер, кнопкалар, формалар, жаңа дизайн, сіз мысалы кез келген сайтқа кірген кезде бір фотолар көресіз, оның барлығы фронтенд деп аталады. Келесі екінші қабат бұл бэкенд. Мысалы сіз бір сайтта отырсыз, сол сайтта сіз мысалы өзіңіздің номеріңіз тересіз де кнопканы басасыз. Сол кнопка әрі қарай жұмыс жасау үшін бэкендтегі бүкіл процестер дұрыс тұрғызылуы керек. Келесі үшінші қабат бұл база данных деп аталады, яғни қойма. Клиенттер, заявкалар, төлемдер осында сақталады. Мысалы сіз бір сайтқа кірдіңіз, сол жерде атыңызды, телефон номеріңізді қалдырдыңыз и кнопканы бастыңыз. Сол сіздің ақпаратыңыз, данныйыңыз бір жерге барып сақталу керек. Осы нәрсені база данных жауап беретін болады осы нәрсеге. Төртінші қабат бұл сервер, домен, адрес деген секілді. Яғни сайт күні-түні қосылып тұратын және интернеттегі сіздің адресіңіз. Бұл нәрселердің барлығы да дұрыс жасалу керек. Яғни менің айтқым келгені, кез келген өнімнің өзіндік бір жүйесі бар. Жалпы вайб-кодинг арқылы қандай өнімдер жасауға болады? Ең бірінші бұл лендинг сайттар, дэшбордтар, автоматтандыру жүйелері, AI-агенттер, Telegram, WhatsApp чат-боттары, веб-қосымшалар, неше түрлі ойындар жасаса болады. Негізі вайб-кодинг арқылы өте көп нәрсе жасауға болады. Оны кәсіпкермен сөйлесу арқылы, соның бір запростарын, проблемаларын анықтау арқылы кез келген өнімді вайб-кодинг арқылы жасауға болады. Ең маңызды нәрсе жаңағы айтқан жүйені үйреніп алатын болсаңыз, қадамдарды сіз кез келген өнімді былайша айтқанда жасай алатын боласыз. Кез келген өнімді жасаудың жүйесін, жаңағы айтқан жүйені бір видеода түсіндірдім. Нақты қадамдармен түсіндірген болатынмын. Осы видеодан бір скрин жасап алып, сторисіңізге бөлісетін болсаңыз, қысқаша пікіріңізді жазыңыз, 1-2 сөйлем жазсаңыз жеткілікті. И менің аккаунтымды белгілейтін болсаңыз, сториске салған бойда осы видеоны жіберетін боламын. Яғни жаңағы жүйені толыққанды мен түсіндірген болатынмын. Мен сізге дайректке сілтемесін жіберетін боламын видеоның. Вайб-кодинг қабілеті өздігімен ақша әкелмейді. Табыс табу үшін клиентті тауып, оған сата алу керек. Өнім жасай білетін, бірақ клиенті жоқ адам табыс таппайды. Сондықтан да клиентті тауып сату келесі этап. Екінші этап клиентті тауып, қызметіңізді сату. Бұл этаптың өзі де бірнеше бөлімдерге бөлінеді. Ең бірінші портфолио жасайсыз. Клиенттерге көрсете алу үшін. Ол портфолионың ішінде әртүрлі лендингтар болуы мүмкін, жасаған өзіңіздің қолыңызбен, веб-аптар, автоматизациялар деген секілді. 5-10 жұмысты бір портфолиоға салып қойсаңыз жеткілікті. Одан кейін әртүрлі биржалар бар. Авито, Quark, freelance.kz деген секілді. Ол фриланс жаңа биржаларында әртүрлі кәсіпкерлер өздеріне керекті заказдарды салып қойып отырады. Сол жердегі заказдарды орындау арқылы табыс таба аласыз. Бұл бірінші бағыт. Одан кейін әртүрлі Instagram, Telegram, Tugis арқылы сіз әртүрлі кәсіпкерлерді тауып, кәсіптерді тауып, сол кәсіптерде егер сайт болмаса, немесе белгілі бір автоматизациялар керек болатын болса, сол арқылы сіз әртүрлі кәсіпкерлерге жаңағыдай рассылка тарату арқылы, сообщение жазу арқылы сіз ол кәсіпкерлерді өзіңіздің клиентіңіз ретінде қалыптастырып алсаңыз болады. Біздегі үшінші жол бұл рассылкалар. Өте көп адамдар бұл жолды былайша айтқанда құнсыздандырады. Бірақ клиент бас тарта алмайтындай структурамен жазылған рассылка бұл клиентті табудың ең былайша айтқанда жақсы жолдарының бірі. Келесі төртінші қадам бұл бізде сату. Яғни сіз рассылкалар тараттыңыз, әртүрлі биржаларға өзіңіздің жаңағыдай неңізді, резюмеңізді қалдырдыңыз, и сол арқылы сізге белгілі бір запростар түседі. Маған осындай нәрселерге жасау керек еді деген секілді клиенттерден. Сол клиенттерге сіз уже сатуыңыз керек. Бұл жерде онлайн, офлайн кездесіп, арнайы структурамен клиентке сату. Көп адамдар негізі қазіргі кезде сата алмайды, бірақ арнайы бір структурамен үйренетін болсаңыз, ол да бір белгілі бір қабілет, сол арқылы сіз табысыңызды көтере аласыз және де көп адамға сата аласыз. Бесінші қадам бұл жұмыс. Яғни сіз уже клиентті таптыңыз, оған саттыңыз қызметіңізді. Одан кейін сіз сол жасалған уәде етілген, былайша айтқанда өзіңіздің обещанияңызды, яғни уәдеңізді орындауыңыз керек, жұмысыңызды толыққанды бітіруіңіз керек. Келесі қадам бұл тұрақты клиенттер, яғни бір клиент ұзақ уақыт табыс әкелу үшін арнайы қызметтерді ұсыну. Нарықта жалпы өнімдер қанша тұрады? Қазіргі кезде лендинг
сайттар 50 мың мен 300 мың теңге қиындығына байланысты, чат-боттар 100 мың мен 300 мың, дэшбордтар 150 мың мен 500 мың, автоматизациялар жаңағыда әртүрлі. Мысалы қазіргі кезде кәсіпкерлер көп адамдарды жұмысқа алады, жалдап, оларға ай сайын жаңағыдай ақша төлейді. Сол адамдарды қысқарту арқылы осындай автоматизацияларды қойып, өздерінің кәсіптеріне шығындарды азайтса болады. Ондай автоматизациялар өте көп. 20-30-ға жуық автоматизацияның түрлері бар. AI агенттер өте қатты дамып жатырған қазіргі нарық. AI агенттер нарығы 200 мың мен 800 мың теңгенің арасында әртүрлі кәсіпкерлерге агенттерді жасап беру арқылы тоже табыс тапса болады. Веб қосымшалар, әртүрлі приложениялар 500 мың мен 1,5 миллионға дейін кете береді. 2 миллион, 3 миллион деген секілді. Достар, үшінші этапқа біз келдік. Нақты клиент абонентка. Бұл бір клиентпен ұзақ жұмыс жасауды мақсат ету керек. Мысалы, бірінші клиентті алдыңыз, проектіні дұрыс тапсыру, одан кейін абоненттік қызметке өту, одан кейін тұрақты табыс. Оны мен былай түсіндіретін едім. Қараңыздар, бір реттік заказдармен айына 1 миллион теңге табу қиын. Сіз бір клиентті таптыңыз, оған жұмысын жасап бердіңіз, одан кейін келесі клиентті табу керек, одан кейін келесі клиентті табу керек. Каждый раз сіз бір нәрсені нөлден бастап қайталай бересіз да. Бұл тұрақты табысқа өте былайша айтқанда кедергісін келтіреді. Тұрақты 1 миллион теңге табу үшін сіз бір клиентті аласыз, дұрыс сапалы түрде жасап бересіз де, сол клиентті әрі қарай айлық төлемге өткізесіз. Мысалы, бизнеске қазіргі кезде тек қана сайт керек емес. Ол жылдар бойы жұмыс істейтін өнім керек оған. Сіз мысалы бір сайтты дайындап бердіңіз, оған жасап бердіңіз, ол сайт 1 айдан кейін, 2 айдан кейін дұрыс жасамай қалуы мүмкін. Кнопкасы басылмай қалады, заявка өтпей қалады деген секілді. Сондай жұмыстарды сіз техподдержка арқылы, ай сайынғы төлем арқылы сол проблеманы жаба аласыз. Өнімге әрқашан өзгертулер керек, жаңартулар, жаңа функциялар қолдау керек. Осының барлығын абоненттік қызмет айына 150 мың мен 300 мың теңге тұрады. Енді қарапайым математикамен алатын болсақ, сізбен ұзақ уақытқа келіскен 3-4 тұрақты клиент айына 250 мың теңгеден төлеп отыратын болса, ол айына 1 миллион теңге табыс. Жаңағы айтып кеткендегідей. Одан кейінгі жаңа проекттер бұл бөлек табыс болып саналады, яғни қосымша табыс. Достар, 3 этаптық системаны сіздерге түсіндірдім. Қабілет, 2 аптада үйрене аласыз, вайп-кодинг қабілетін, одан кейін клиент табу, одан кейін абонент, тұрақты 1 миллион теңгеге шығу. Әр этаптың артында нақты инструменттер бар және қадамдар бар. Ашығын айтатын болсақ, осы видеоны көргендердің 95%-ы ештеңе жасамайды. Қазіргі кезде сізде дофамин бөлініп жатыр, бәрін біліп отырған сияқты сезім бар іште. Бірақ нақты іске көшкен кезде өте көп сұрақтар пайда болады. Осылай басыңызда хаос болып, бір орында тұра беретін боласыз. Ал достар, жалпы табыс әкелетін жүйені айттым. Өз бетіңізше бастай аласыз, барлығы өзіңіздің қолыңызда. Ал жолды менімен бірге жылдамырақ өткіңіз келсе, әрі қарай көрсеңіз болады. Достар, жалпы мен өзімнің сопровождениемді сіздерге ұсынғым келіп тұр. Яғни 1 айға созылады. Бұл сопровождение вайп-кодер деп аталады, аты. Жеке менімен вайп-кодингті толық үйреніп, алғашқы клиентіңізді тауып, табыс тапқанға дейінгі толық сопровождение жасалатын өнім. Сопровождениеде сізбен осы 3 этапты 1 айдың ішінде өтеміз. Жаңағы айтқан 3 этапты. Нақты портфолио құрамыз және алғашқы табысыңызды табатын боласыздар осы 1 айдың ішінде. Сопровождение дайын нәрсені қайталау арқылы тез нәтижеге жетудің жолы. Өйткені сіз егер өздігіңізбен жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз вайп-кодинг деген саланы, қабілетті сіз 2 аптада емес, 3 ай, 4 ай үйренесіз. Ал осы сопровождение арқылы сіз 2 аптаның ішінде тезірек өтіп, үйреніп шығасыз, портфолиоңыз құрасыз, клиент табасыз, сатасыз, абонентке өткізесіз. Осы арқылы 3-4 клиентті табу арқылы сіз былайша айтқанда тұрақты табысқа шығасыз. Сопровождениеде не болады? 4 аптаға созылады. Менімен 8 жеке Zoom кездесу. Барлық кездесулердің жазбасы арнайы платформада сақталады. Сол керек кез келген уақытта сол платформадан жазбаны көре аласыз. Жеке кері байланыс. Ешқандай куратор жоқ. Мен өзім 24/7 WhatsApp арқылы сізбен былайша айтқанда тікелей байланыста болатын боламын. 20-ға жуық дайын сабақтар платформада сақталып тұр. Бұл сабақтар жаңағыдай базовый сабақтар. Осы сабақтарды қарау арқылы сіз уже маған дайын келесіз. Бірінші Zoom-нан бастап біз жаңағыдай керек емес ақпараттарды айтып, әрекеттер жасап отырмаймыз. Уже сіз дайын келесіз маған. Бірінші Zoom-нан бастап біз уже нақты әрекеттер жасап бастаймыз. Табысқа жетелейтін. Платформаға 1 жылға доступ,
Сабақ біткеннен кейін, сопровождение біткеннен кейін кез келген уақытта платформаны ашып, сабақтарды қарай аласыз. Бір айда жүретін жолыңызды түсіндіріп өтейін. Ең бірінші аптада сіз вайп-кодингтің базасын игересіз және инструменттерді орнатасыз. Сіз жұмысқа дайын боласыз бірінші аптада. Екінші аптада лендинг, сайттар, платформалар, мини-әп, автоматизация, чат-боттар, әртүрлі өнімдер, соның барлығын жасалудың жүйесін игересіз екінші аптада. Үшінші аптада портфолио жасаймыз, әртүрлі өнімдерді өз қолыңызбен жасап шығарасыз уже. Клиентке көрсететіндей етіп портфолионы бірге дайындаймыз. Төртінші аптада біз клиентті табу және сату, яғни клиентті табудың нақты авторлық 5 жолын сізге көрсететін боламын. Жаңа айтқандағыдай биржалар, әлеуметтік желі, рассылкалардан бөлек менде 5 нақты жол бар. Бұл 5 нақты жолды қолданатын болсаңыз, сіз 100% өзіңіздің алғашқы клиентіңізді табасыз. Мен осыған дейін негізі 5 жыл бойы маркетинг саласында қызмет еткеннен кейін клиент табу, оларға сату деген секілді өте көп тәжірибе жинадым бұл салада, сондықтан да сізге соның барлығын көрсетемін. Клиентке сатудың толыққанды структурасын беретін боламын. Егер сіз андай етіп ойлайтын болсаңыз, мен жабық адаммын, мен ешкіммен сөйлесе алмаймын, мен тем более сата алмаймын деген ой болатын болса, оның барлығын сол Zoom арқылы дұрыстап жұмыс жасайтын боламыз. Сізге структураның барлығын сізге көрсетемін. Дәл осындай кедергілер бар адамдардың ойларында, уақытым жоқ деп айтады. Күніне 2-3 сағат бөлсеңіз жеткілікті. Zoom сабақтарын жалпы ыңғайлап қойсақ болады уақытқа қарай. Мен кодты мүлдем білмеймін деген ой болуы мүмкін, бірақ мен де маркетологпын, мен программист емеспін. Вайп-кодинг код жазу емес, бұл тапсырманы дұрыс қоя білу. Неге дәл қазір? Жаңағыда айтқандағыдай, қазіргі кезде нарық енді ашылып жатыр. Сондықтан да қазір кіріп үлгерсеңіз, алдағы 2-3 жылда сіздің табысыңызды еселеуге болады. Клиент табылмайтын сияқтымын деген секілді көп адамдарда ой бар. Қазақстанда 2 миллионға жуық кәсіп бар, сізге 4-ақ клиент жеткілікті. Ай сайын 250 мың теңге төлеп отыратын. Сол арқылы сіз 1 миллион теңге табысқа шыға аласыз. Жалпы өзім туралы кішігірім айта өтетін болсам, есімім Айдар Асанғали. 5 жыл маркетинг және кәсіпкерлікпен айналысып келемін. 5 жылдан бері бизнестің ішінде жүргендіктен кәсіпкерлердің қандай проблемасы бар, неге ақша төлейтін барлығын білемін. Сондықтан да вайп-кодингпен қандай өнім жасау керек, және оны қалай сату керек, кімге сату керектігін барлығын негізі білемін. Так, достар, осы видеодан кейін сізде 2 жол бар. Бірінші жол бұл әрі қарай вайп-кодинг пен AI туралы, жасанды интеллект туралы әртүрлі тегін видеоларды қарап жүре берсеңіз болады. YouTube-тан, Instagram-нан деген секілді. Немесе екінші жолы бұл бір айдан кейін алғашқы проектіңізді тапсырып, табыс табып бастауға болады, былайша айтқанда. Бұл 2 жолдың сіз қайсысын таңдайсыз өз еркіңізде, бірақ та қазіргі кезде сопровождениеға данный момент 5 орынның тек қана 2-і қалды. Өте қолжетімді бағада. Негізі жеке жұмыс өздеріңіз білесіздер, жаңағыдай наставничество деп айтады кейбіреулері, өте қымбат тұрады. 1,5 миллион, 1 миллион, менікі одан былайша айтқанда бірнеше есе төмен. Сондықтан да ешқандай қорықпай қолжетімді бағада алсаңыздар болады. Достар, видеоның астындағы сипаттамада, яғни описанияда анкета бар, сілтеме. Сол сілтемеге өтіп, сайт ашылады, сол жерде өзіңіздің ақпаратыңызды қалдырып кететін болсаңыз, дәл қазір сізге 2 бонусты беретін боламын. Бірінші бонус бұл жеке мини разбор. Яғни анкетадан кейін Instagram дайректке өзім шығып сізге сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Жеке өзім. Сізге сұрақтар қоятын боламын, және де сіз маған сұрақтар қоясыз, сол арқылы сіздің кез келген сұрағыңызға жауап беретін боламын, және де соңында сізге осы сопровождение туралы толық ақпарат беретін боламын. Екінші бонус бұл близкий друзьяға доступ. Яғни күнделікті менің вайп-кодингпен айналысып отырған процестерімді сол близкий друзьяға салып отырамын. Сол жерден өте құнды ақпараттар біліп отырсаңыз болады, қалай өнім жасалады, қалай жүйесі қандай деген секілді. Осы близкий друзьяға сізді қосатын боламын. Осында 2 бонус бар, достар. Егер де осы 2 бонусты алғыларыңыз келсе, астында описанияда сілтеме тұр, кіресіздер, өзіңіздің ақпаратыңызды қалдырыңыздар. Осы арқылы сіз былайша айтқанда сол сопровождениеға алдын ала жазылым, яғни алдын ала тіркеле аласыз, және де осы 2 бонусты алатын боласыздар. Соңына дейін көрдіңіз, сізге уәде етілген бонус, басында мен айтқан болатын, өте мықты бір видео дайындадым деп. Нақты проектінің толық вайп-кодингі, лендинг сайт, идеядан бастап интернетке шыққан сайтқа дейін, дайын өнімге дейін мен толыққанды жасап шыққан болатынмын. Өте былай пайдалы видео шықты. Сол видеоны алу үшін маған дайректке осы видео туралы кері байланыс жазып жіберіңіз. Ұнады ма, ұнамады ма? Соңында сол пікірден кейін, өзіңіздің кері байланысыңыздан кейін сайт деген сөзді жазып жіберсеңіз, сізге видеоны тегін жіберетін боламын. Видео ұнады деген сенімдемін. Егер де осындай видеолардың көп шыққанын қаласаңыз,
каналға подписаться басып қойыңыз, лайк, комментарий басып қойыңыз, және де өзіңіздің қызығып жүрген достарыңызға жіберсеңіз болады. Барлықтарыңызға сәттілік, табыс тілеймін.